Осы аптаның сейсенбісінде президент үкімет мүшелерін жинап кеңейтілген отырыс өткізді. Жиында Қасым-Жомарт Тоқаев халықты алаңдатқан мәселелердің әрбіреуіне нақты тоқталып, жауаптыларға нақты тапсырма берді. Инфляцияны қалыпты деңгейге түсіріп шарықтауына жол бермеу керектігі айтылды. Биылдан бастап 3 жыл қатарынан инфляцияны төмендету үшін нақты шаралар қабылданатында белгілі болды. Мемлекет басшысы сондай-ақ ұлттық компаниялардың жұмыс уақытында шай мен кофе ішіп жүретін менеджерлерін сын садағына алды. Ал кейбір министр президенттің сұрағына мүдіріп, жауап беруде кідіріп қалды. Маңызды жиынға қатысқан әріптесім Қайыркен Отыншыны тыңдайықшы. Жылдың басын үкіметтің есебін тыңдаумен бастайтын президент биыл бұл үрдіске кішігірім өзгеріс енгізді. Қауырт жұмыс кестесіне байланысты мемлекет басшысының жолы министрлер кабинетіне тек ақпан айында ғана түсті. Отырыста премьердің сөзін мұқият тыңдаған Қасым-Жомарт Тоқаев шенеуніктерді бірінен соң бірін тұрғызып сұрақтың астына алды. ChatGPT қанша адам отыр қазір? ChatGPT, пользовательская база ChatGPT, она сегодня на самом деле насчитывается сотнями миллионов пользователей. Қазақстан бойынша? Қазақстан бойынша біздің еліміздің 13%. Анықтау керек. 13%. Қазір әлемде жасанды интеллекттің дәурені жүріп тұрғаны жаңалық емес. Президенті 2026-ны тегіннен-тегін нейрожүйе жылы деп жариялаған жоқ. Заман талабына сай жаңа технологияға бейімделуіміз қажет. Сол себепті дәл осы тақырыпқа қатысты жуырда құрылған ведомствоның ескіде жаңа басшысына сұрақты төтесінен қойды. Айту деген мессенджер біз жасадық қой өзіміздің. Қанша адам пайдаланып жатыр қазір? Президент ChatGPT-ді сұрады, нейрожүйенің жай-күйіне қатысты да сауал қойды. Ал министр өзіміздің отандық мессенджер айту туралы сұраққа келгенде тосылып қалды. Тіпті сөзіне жаңылып, күн жаумай су болды. Сандарды шатастырып, мемлекет басшысынан сөз естіді. Ал Қасым-Жомарт Тоқаев министрдің деректерін міндетті түрде тексеретінін айтты. Пользовательская база айту сегодня превышает 700 тысяч пользователей. Почти миллион. Посмотрим, надо проверить это. Қасым-Жомарт Тоқаев жиында соңғы уақытта ырыққа көнбей асау мінез көрсетіп тұрған инфляция тақырыбына ерекше назар аударды. Қымбатшылықтан құтылудың жалғыз жолы халықтың табысын арттыру, ал үкіметтің алдағы 3 жыл есілдерді инфляцияны орнықтыруда болады екен. Аймақ басшылары экономиканы әртараптандыруға және азаматтардың табысын арттыруға баса мән беруге тиіс. Инфляцияны төмендету үшін тиімді шаралар қабылдап, сапалы инвестиция тарту керек. Шағын және орта бизнесті дамыту арқылы жаңа жұмыс орындарын ашу қажет. Экономист Сапарбай Жобаевтың сөзінше инфляция тақырыбы елімізде бірнеше жылдан бері өзекті болып тұр. Мәселен, былтыр президент тапсырма берген уақытта үкіметтің бар қатырғаны қымбатшылықты қолдан тоқтатып, бір реттік шараға барып, мәселені жылы жауып қоя салған. Жауаптылар инфляцияның алғашқы салқынына бензин мен тарифтердің бағасын шектеу арқылы төтеп беруге тырысқан. Сарапшы мұның барлығы өз-өзімізді алдау дейді. Ең негізгі себеп инфляцияны бұл біздің ұлттық қордан өте үлкен қаржыны 5-7 триллион ақшаны алып бюджетке тастап жатқанымызда. Зейнетақы қорынан жаңағы бай бағландарға алынатын ақша кейін индексация. Осы үшеуін тоқтатпастан инфляция тоқтамайды. Квази мемлекеттік кәсіпорындар бар ғой, соларды жекешелендіру керек. Міне, бұл 2011 жылдан бері айтылып келе жатқан әңгіме. 2011 жылы үлкен бағдарлама қабылдадық. Топ менеджерлердің май шелпегіне айналған дәл осы ұлттық компанияларды президент айналып өтпеді. Қасым-Жомарт Тоқаевтың сөзінше, бұл компаниялардың мамандары шөптің басын сындырмай қыруар қаржы тауып жүр. Ал олардың құрылымына тас лақтырсаң лауазымды тұлғаға тиетін көрінеді. Мемлекет басшысы мұның соңы жақсылыққа апармайтынын ашық айтты. У меня были серьезные беседы. Самұрық қазына қоры және ұлттық компаниялардың басшыларымен қатаң әңгіме болды. Олардың құрылымын түбегейлі қайта қарап жаңа заманға бейімдеу қажет. Себебі компанияда қосшыдан басшы көп, ел айтып жүргендей сол жағалаудың адамдарына толып қалған. Түскі уақытта қонақ үйлерде отырып пікір алмасып, шай кофе ішіп отырады. Сондай-ақ Қасым-Жомарт Тоқаев денсаулық сақтау саласына қатысты да проблемаларды ортаға салды. Президент бөлінген қаражатты жымқырғандарды қатаң жазаға тартуды жауаптыларға міндеттеді. Мемлекет басшысы ауқымды алаяқтық схемаларды көріп, жағасын ұстағанын мәлімдеді. Бұдан бөлек денсаулық сақтау саласына ауқымды реформа жасалуы керек. Өйткені мұнда жеке-жеке жұмыс істейтін 30-тан астам ақпараттық жүйе бар екен. Нам необходимо создание. Қазір жасанды интеллект министрлігімен тиісті жұмыс жүргізіп отырмыз. Осы 90-ның соңына дейін деректерді сақтау қоймасы құрылады. Миллиондаған азаматтың медициналық деректерін сол жүйеге көшіріп аяқтаймыз. Бұл жеке-жеке жұмыс істейтін жүйелерді бір ақпаратқа біріктіруге мүмкіндік береді.
Қасым-Жомарт Тоқаев еліміздегі банк секторына да тоқталды. Осы уақытқа дейін қомақты қаржы құйылса да, олар сенімді ақтамай жатыр екен. Өз қалтасын қампайтып үлгерген банктер бизнеске қолдау білдіруге құлықсыз. Былтыр пайызы ақырып тұрған несиелердің арқасында 3 триллион теңгеден астам таза пайда тапқан экономист Бауыржан Ысқақ қаржы институттарын жарылқауда доғару қажет деп санайды. Мынау корпоративтік секторды несиелендіруге тек қана банктерде емес, сонымен қатар біздегі мынау мемлекеттік үлесі бар қаржы институттарында қосу керек. Ол бірінші кезекте бәсекелік орынды қалыптастырады. Екіншіден, керісінше сол жаңағы біздегі мынау шағын және орта бизнестің жандануына мүмкіндік береді. Банктердің айтатын уәжі, ол көбінесе бізде базалық ставка жоғары, яғни соған байланысты біздің несиелерімізде қымбат деген. Алқалы жиында электроэнергия тақырыбы да сөз болды. Себебі еліміз жыл сайын тапшылықты жою үшін көрші мемлекеттерден қуат көздерін импорттап отыр екен. Ал соңғы 3 жылда салаға 1 триллион теңге құйылыпты. Оның 900 миллиарды тек құрылғыларды күрделі жөндеуге жұмсалған. Үкімет алдағы 3 жылда жарық мәселесінде ешкімге алақан жаймаймыз деп сендіріп келеді. Тіпті өзіміз қуат көзін артығымен өндіруге де қауқарлы екенбіз. Президент бұл жоспарда құр сөз күйінде қалдырмай мәселені тез арада шешуді міндеттеді. Қайыркен Отыншы, Мейірбек Әбдірахман, Асау жаңалықтар.